Армысыздар оқырман қауым. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы композитор, дирижер, домбырашы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жасқа толуына және ұлттық кітап күніне орай музыка майталманы Нұрғиса атты бейнероликті ұсынады. Нұрғиса Тілендиевтің туған күні тек бір адамның ғана мерейтойы емес, бұл бүкіл қазақ өнерінің тойы. Өйткені оның музыкасы халықтың мәңгілік мұрасы десек қате айтпағанымыз болар еді. Қазақ өнерінің аспанында мәңгі жарқырап тұрған жұлдыз, қазақтың музыкалық мәдениетіне композитор, дирижер, орындаушы ретінде өшпес із қалдырған тұлғаның бірі Нұрғиса Тілендиев. Нұрғиса Атабайұлы 1925 жылдың 1 сәуірінде Алматы облысы Іле ауданындағы Шилі-Кемер ауылында өнерлі жандардың отбасында дүниеге келген. Балалық шағынан музыкаға деген ерекше қабілеті байқалған жас Нұрғисаның әкесі Атабай домбыраға баулып өсірді. Небәрі 5 жасында домбыраны меңгеріп, 13 жасында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының жанындағы арнайы студияға қабылданған болатын. Өнер жолындағы алғашқы қадамынан-ақ ол қазақ музыкасына жаңа леп әкелді. Әсіресе оның дирижерлік шеберлігі мен композиторлық дарыны ерекше танылды. Ол Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрінде дирижер болды. Кейін отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрін құрып, қазақтың күй өнерін жаңа биікке көтерді. Нұрғисаның әндері халықтың жүрегіне. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы қазақтың төл болмысымен біте қайнасқан. Ол халықтың мұңын, қуанышын, арман тілегін өз әндері мен күйлері арқылы жеткізе білді. Оның өз елім, куә бол, сары жайлау, әке туралы жыр, Ақшағала сияқты әндері ел жүрегінен ерекше орын алды. Ал Аққу, Махамбет, Ата толғауы, Көш керуен секілді күйлері қазақ халқының ұлттық рухын асқақтатып, Тілендиевті күй өнеріндегі жаңашыл тұлға ретінде таныта білді. Қазақ музыкасының классигі Нұрғиса Тілендиев қазақтың ұлттық музыкасын ғана емес, симфониялық және кино музыкасын дамытуға да зор үлес қосты. Ол Қыз жібек, Көксерек, Менің атым Қожа, Алғашқы ұстаз сияқты фильмдерге тамаша әуен жазды. Оның шығармалары әркез ерекше лирикасымен, терең философиясымен және ұлттық нақышымен ерекшеленді. Нұрғиса Тілендиев 400-ге тарта ән мен романсқа, 50-ден астам драмалық қойылымға, 19 көркем фильмге, 17 мультипликациялық фильмге, 14 деректі хроникалық фильмге музыка жазған. Нұрғиса Тілендиев жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың жақын туысы болып келеді. Көз жұмбас бұрын мені Жамбыл атамның жанына қойыңдар, құстар қайтып барады әнімен шығарып салыңдар деп аманат айтқан екен. Композитор 1998 жылғы 15 қазанда өмірден озды. Топырақ бұйырған жері Жамбыл кесенесінің іргесі. Нұрғиса Атабайұлы Тілендиевтің рухы, өнері, музыкасы ешқашан ұмытылмайды. Оның әуендері мен күйлері
халқымыздың рухани қазынасына айналып, талай буынның жүрегіне терең із қалдырды. Оның өлмес мұрасы әлі талай ұрпақтың жүрегіне жылулық сыйлап шабыт берері сөзсіз. Бүгінде оның есімі қазақ музыкасының алтын қорында мәңгілік сақталып қалары